газетінің журналисті Казачков құқық қорғау органдары қызметкерлерімен бірлесіп, қылмыстық топтан 52 миллион теңге алған. Баршаға сәлем. Бүгін тәуелсіз журналистикадан жемқорлыққа апаратын бір қадамға баратындар жайын сөз етеміз. Жексенбінің кешінде дүйім жұртты шулатқан жайт журналист Михаил Казачковтың уақытша ұстау изоляторына қамауға алынуы. Қазір ресми арналар тәуелсіз емес. Тәуелсіз тек журналистика, оның жасайтын YouTube, Facebook, Telegram арналары дейміз. Қоғамдық талқыға түрткі болатын, қоғамды құлақтандыратын, әрі керісінше топастандыратын да журналистер. Көпшілік өзін сатылмаған, үнемі шындықты қазбалап жеткізетін журналистерге сенеді. Бірақ ол шындыққа құмар журналистердің шынымен де тәуелсіз ақпарат беріп жатқанына кім кепіл? Әрдайым мәліметті егжей-тегжей тексеріп, тым болмаса екінші жағын қарастыруды үйрену керек. Ал ол дәрежеге жеткенше алданып, жалған ақпараттың арбауында жүретініміз айқын. Жоғарыда аталған Казачковқа тағылып жатқан айыптарға тоқталайық. Қаржы мониторингі агенттігінің нұсқасы бойынша Қоспаевтың қылмыстық тобы ұзақ уақыт бойы Алматыда бизнесті рейдерлік басып алумен айналысқан. Тергеу аясында қылмыстық жолмен алынған топ мүлкіне тыйым салынды. Ол 133 жылжымайтын мүлік, 11 жер учаскесі, 35 премиум көлік және 9 миллион доллар қолма-қол ақша. Тіпті Қоспаев бассейні, тренажер залы және зообағы бар үй салған. Қаржы мониторингінің айтуынша, қоғамдық резонанс тудырмау үшін олар Казачковтың қызметін пайдаланған. Қылмыстық топ Алматы қаласының ең беделді аудандарының бірінде Есентай Сити элиталық тұрғын үй кешенін салған AV Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 75% үлесін рейдерлікпен тартып алды деп айыпталуда. Қалған 25% үлесі кәсіпкер Алмас Әбдіғаппаровқа тиесілі болды. 2022 жылдың шілдесінде сот Әбдіғаппаровты сеніп тапсырылған мүлікті аса ірі мөлшерде ұрлағаны үшін кінәлі деп танып, 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Ол ұсталғаннан кейін Қоспаевтың қылмыстық тобы кәсіпкердің қарт анасынан қалған үлесін тартып алуды жоспарлаған. Тергеу мәліметтері бойынша қылмыскерлер Казачковқа сотталған кәсіпкердің беделін түсіретін бірқатар мақалалар үшін ақша төлеген. Сондай-ақ қаржы мониторингі Казачковты кәсіпкер Азим Абдуллаевқа тиесілі шыны ыдыстарды шығаратын зауытты рейдерлік басып алу кезінде қылмыстық топқа көмектесті деп айыптайды. Кәсіпкер зауыт ашылғаннан кейін бірден Болат Назарбаевқа үлесін беруге мәжбүр болғанын, ал кейінірек бұл акциялар Қоспаев тобының мүшесі Руслан Шалинге берілгенін мәлімдеді. Қаржы мониторингінің мәліметтері бойынша Казачков қылмыстық топтың тапсырысы бойынша Абдуллаевтың беделін түсіретін мақалалар жариялады. Алматы облысы тұрғындары Абдуллаевқа тиесілі алкоголь зауытының өнімдерімен уланды. Кәсіпкердің қасақана кісі өлтіруге қатысы бар деген жалған мәліметтер таратты. Агенттік Казачков құқық қорғау органдарының бұрынғы қызметкері Бурхан Жансейітовпен бірлесіп жұмыс істегенін және өз қызметі үшін қылмыстық топтан 52 миллион теңге алғанын мәлімдейді. Айта кетер жайт, Жансейітов шыны зауытының үлесін рейдерлік басып алу ісі бойынша Руслан Шалиннің қорғаушысы болды. Бүгінде қаржы мониторингі Казачков пен Жансейітовті қылмыстық топ қызметіне және басқа эпизодтарға ықпал етті деп айыптайды. Қазір уақытша ұстау изоляторына қамалған Казачковтың әріптестері қаржы мониторингінің айыбымен келіспейтіндерін, әрі халықаралық журналистер құқығын қорғау ұйымдары хабардар, ендігі жерде іске көшеді деп мәлімдеді. Әзірге бар ақпарат осы. Қосар ойыңыз болса, видео астына қалдыра отырыңыздар. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат. Келесі кездескенше.